Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз жіті коронарлы синдром, немесе орысшасы острый коронарлы синдром. СТ тішесінің көтерілуінен және СТ тішесінің көтерілуінсіз екі түрі бар. Солардың алғашқы көрсететін көмек жайлы болмақшы. Алғашқы көмегіміз ол не? Оксигенотерапия. Яғни пациентке ыңғайлы, может жатқан ыңғайлы шығар, может отырғызып, айырмашылық жоқ. Пациентке мұрнына канюля арқылы канюля мұрнына салып кислород жібереміз. Кислородтың бірақ жылдамдығы, скорості 4-8, жасына жазып қойайын, 4-8 миллилитр минутқа тең. Кислородты біз ОКС СТ тішесінің көтерілуінде де, без подъемада да, с подъемом екеуінде де береміз. Яғни мұнда да тоже оксигенотерапия. Екіншісі, яғни жіті коронарлы синдром болып жатқан адамда қатты ауырсыну болады, ангинозды ауырсынулар. Ол пациент паника жағдайында болады. Сондықтан ол больді снимать ету үшін біз бірінші нитраттар береміз. Яғни нитраттар. Без подъемада тоже нитраттар береміз. Нитраттардың әр түрлі бар, таблетка түрінде бар. Яғни тіл астына салады. Немесе аэрозоль түрінде бар. 1 лет себет тілдің астына. Әр 5 минут сайын 1 лет себет. Максимум 3 рет себуге болады. Егер нитраттар көмектеспесе, онда наркотический аналгетик, яғни морфин береміз. Үшіншісі морфин. Яғни морфин дозировкасы 1% 1 миллилитр, оны 0,9% физраствормен араластырып, 2-4 миллилитрден ауырсыну басылғанша береді. Бірақ та морфинді бергеннен кейін оның өзіндік побочный эффекті дейді ғой, жаңа мәселелері бар. Ол біріншісі жүрек айнуы мүмкін. Ол кезде церулин саламыз. Яғни жүрек айныса церулин венасына. Егер давлениесін түсіріп жүру мүмкін, онда допамин капит етеміз. Брадикардия шақыру мүмкін. Онда атропин береміз, венасына саламыз. 1 кубик. Жаңа айтудан ұмытып кеттім. Нитраттарды бергенде де тоже побочный противопоказаниясы бар. Егер оң жақ қарыншаның инфарктісіне подозрение болса, күмәндансақ, онда нитраттарды бермейді. Себебі неге? Себебі нитраттар механизміне үңілсек, ол артерия қан тамырында, вена қан тамырында кеңітеді. Нәтижесінде оң жақ жүрекшеге бізде үлкен вена кава супериордан қан кеп құяды ғой. Егер біз оны кеңітіп жесек, қан жеткіліксіз мөлшерде түседі оң жақ жүрекшеге. Жүрек өзі кислородқа, жүрекке оттегі жетпей тұрған кезде біз нитраттарды берсек, одан сайын жүректің ишемиясын арттырып жібереміз. Сондықтан нитраттарды егер оң жақ қарыншаның инфарктісі болған, подозрение болған кезде бермейміз. Және де егер давлениясы, қан қысымы 90-нан төмен болса, тоже противопоказания. Төртіншісі, морфинді бердік. Төртіншісі ол антиагреганттар. Антиагреганттар. Ол кезде с подъемом, без подъемада айырмашылық бар. Антиагреганттар бізде не жатады? Аспирин, тромбоаз, кардиомагнил кете береді. Бірақ дәл осы жағдайда біз аспиринді береміз. ОКС СТ тішесі көтерілуі кезінде 1 таблетка, ол 500 мг. Без подъем кезінде жартысын береміз, 250 мг аспирин. Пациентке айтамыз, шайнаңыз деп, су беріп, ішкенін бақылаймыз. Бесіншісі, тағы да бір антиагрегант группасын жатады. Клопидогрел дейді, немесе кловикс. СТ тішесі көтерілуі кезінде 8 таблетка, яғни 1 таблеткасы 75 мг. 75 мг, барлығы 600 мг. Ал без подъем кезінде
4 таблетка береміз. Ол бізде болады 300 мг. Келесі антикоагулянттар. Бұл жерде де егер СТ-тішесі көтерілуімен ОКС болса, коронарлы синдром, онда гепарин венаға 5000 единица струйна. Ал без подъем кезінде гепарин емес, оның алмастырушы арикстра болуы мүмкін. Подкожно береміз. Неге екеуі кезінде, мысалы антиагреганттар және антикоагулянттар ОКС без подъем кезінде мөлшері аз? Себебі түсіндіре кетейін. ОКС подъемын деген кезде жүректің артериясын, жаңағы бляшка дейді, атеросклероз толық жауып қалуы мүмкін. Яғни 90%-ға жабылуы мүмкін. Ал без подъем кезінде ол толық емес, яғни кішкене болсын артериясында қан айналымы бар, сондықтан оған антикоагулянттарды артық мөлшерде беруге болмайды без подъем кезінде. Жетінші ол фибринолитиктер, яғни тромболизистік терапия дейді. Оны ОКС подъемын кезінде қолданады, бірақ фибринолитиктердің эффектісі 12 сағат ішінде. Яғни бірінші пациенттен сұрап алуымыз керек, сіздің ауырсыну қашан басталды? Ол мүмкін пациент 12 сағат бұрын басталды. Ол пациент шыдап, одан кейін барып жедел жәрдем шақыру мүмкін. Ол кезде фибринолитикті капут етіп, нәтиже болмайды. Егер мысалы 3 сағат бұрын басталды десек, онда жаңағы 12 сағаттан 3 сағатта алып, яғни бұл кезде уже фибринолитикті капут ету эффектісі болуы мүмкін.